Басра кезінде Таяу Шығыстың Венециясы деп саналған Ирак қаласы және басты порты. Алайда кезінде Венецияға ұқсатқан қаланың жағдайы қазір нашарлады. Бұның себебі қаладағы су мәселесі. Басра Тигр мен Ефрат өзендері қосылатын Шат Аль-Араб өзенінің бойында орналасқан. Өзен бойында орналасқанымен Басра тұрғындары су тапшылығы мен су сапасының соңғы 10 жылдықтарда зардап шегіп жүр. Адамдар сумен уланып, ауруханаға түсіп жатыр. Қала тұрғындары жергілікті суды ас үшін қолданбайтын болды. Ішетін суды сатып алады. Экономикалық жағдай нашарланған сайын суды сатып алу және емдеу шығындары қарапайым халық үшін ауыр болды. Су мәселесі Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы мемлекеттер су бөгеттерін салғаннан кейін одан әрі нашарлады. Халық ашу-ызаға толып, көшеге шығып митингтер ұйымдастыра бастады. Бүгінгі су үшін талас ертеңмен аяқталады. يعني اليوم أنا طالب أبسط حق من حقوقي. Түркия жылдар бойы су бөгеттерін салу арқылы өз жеріндегі Тигр мен Ефрат өзендерін бақылауға алды. 1980 жылдары Түркия оңтүстік шығыстағы кедей аймақтарының гидроэлектрлік мүмкіндіктерін арттыруға арналған жобаларды іске асыра бастаған. Бөгеттер салу арқылы Түркия өзендердің төмен ағысындағы көрші мемлекеттеріне әсер етті. Мысалы, Ефрат өзені бойындағы Қарақая мен Ататүрк су бөгеттері Сирияға жететін Ефраттың су көлеміне әсерін тигізді. Ал Тигр өзені бойындағы Илису бөгеті Ирак жеріндегі Тигр өзенінің су көлеміне әсер етеді. Сирия мен Ирактың сумен қамтамасыз етілуі қысқарған сайын, Түркияның бұл елдерге ықпалы артады. Бұған қоса, климаттың өзгеруіне байланысты Тигр мен Ефрат өзендері ақырындап кеуіп, су көлемі азайып жатыр. Ирак мамандары 2040 жылға қарай Ефрат өзені кеуіп, жоқ болып кетуі мүмкін деп болжайды. Осындай таластар Ніл өзені үшін болып жатыр. Әлемдегі ең ұзын Ніл өзені Мысыр, Судан және Эфиопия арасындағы ұзаққа созылған қақтығыстың себебі болды. Эфиопия Ніл өзені бойында су қоймасын толтыру ниетімен Мысыр мен Суданның наразылығын тудырды. Эфиопияның қайта өркендеу үлкен дамбасы Ніл суының 85% ағып келетін көгілдір Ніл өзені бойында құрылған. Бұл үлкен дамба Судан шекарасынан 30 км жерде орналасқан және Африкадағы ең ірі гидроэлектрлік бөгет жобасы болып табылады. Эфиопия оның көмегімен халқының 60%-ын электр қуатымен қамтамасыз еткісі келеді. Халық саны 100 миллионнан асатын Мысыр барлық дерлік тұщы сусын осы Ніл өзенінен алады. Оның суы ауыл шаруашылығына және суды көп қажет ететін мақта өсіру үшін қолданылады. Мысыр өкілдері Эфиопияның бұндай бір жақты іс-әрекеттері өзен бойындағы басқа мемлекеттердің мүдделері мен құқықтарын және суды қорғау мәселелерін ескермей жасалған деп айтқан. Сондай-ақ Мысырдың су қоймасын толтыру 12-ден 21 жылға созылуы керек деген дәлелдеріне жөнді мән бермей, Эфиопия оны 3 жылда толтырды. Судан Нілдегі су деңгейінің азаюынан Египет сияқты зардап шеккенмен, оның бөгетке деген реакциясы елдегі қақтығыстармен шектелді. Елдер арасындағы келіспеушіліктер су қоймасының құрылысы басталған 2011 жылдан бері басталып келе жатыр. Эфиопия 2020 жылдан бері қоймасын жыл сайын толтырып тұр. Осы жылдың жазында ол қойманы 5-ші рет толтырды. Су мәселесі Орталық Азия мемлекеттерінің қарым-қатынастарында да бар. Ең алдымен Орталық Азияны ғана емес, бүкіл әлемнің уайымына айналған Арал көлін сақтап қалу амалы әлі де табылмаған. Бұған қоса, Әмудария мен Сырдария өзендерімен байланысты сұрақтар туындады. Екі өзеннің суын Аралға жеткенше ағыс бойындағы елдер ауыл шаруашылығында мақта өсіру үшін көп қолданады. Мамандардың айтуынша, бұл өңірде су қорын үнемдеуге арналған техника мен суды дұрыс пайдалану жүйесі жетіспейді. Әмудария өзені Ауғанстан жерінен бастау алады. Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан арқылы өтіп, Арал көліне қарай ағады. Талибан қозғалысы осы 5 мемлекеттің шекарасы арқылы өтетін Әмудариядан су бұру үшін канал қазатыны туралы 2022 жылы жариялады және 5 жыл ішінде канал құрылысын бітіруді жоспарлады. Ауғанстан мен Иран арасында трансшекаралық су алмасуына байланысты қарулы күштер қолданылған жанжалдар да болды. Ауғанстан көршілері Әмударияның ағысын жартылай қысқартатын бұндай үлкен каналдың еш келіссөзсіз салуына қарсылығын білдірген. Сырдария өзені Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдеріне ағып өтіп, Қазақстанды Арал көліне құяды. Өзен бойындағы мемлекеттер оның суын шаруашылық үшін көп қолданады. Сондай-ақ Сырдария бойында бірнеше су қоймалары бар. Өзен суын пайдалану туралы мемлекеттер арасында келісімдер бар, бірақ олар жеткіліксіз сияқты. Соңғы жылдары Тәжікстан мен Қырғызстан арасындағы шекарада суға қатысты болған қақтығыстардың өзін назардан тыс қалдыруға болмайды. Су ресурстарын қолдану, жасанды су бөгеттері мен қоймаларды құру және климаттың өзгеруі әлем бойынша су тапшылығына алып келе жатыр. Су бүгінгі күннің мұнайы және бірқатар халықаралық
саяси жанжалдардың себебіне айналды. Алайда мұнайды басқа энергия көздерімен алмастыра алсақ, суды алмастыра алатын зат жоқ. Сондықтан судың да сұрауы бар дегенді ұмытпай, оны дұрыс пайдалана білу керек.